Так, Нуртулек, как дела? Как дела? Выспался, да? Говорю, хорошо, здрасте. Здрасте. Так, кроме тебя я сейчас пока никого не вижу. Че, как у тебя дела? Все нормально, надеюсь? Все хорошо, да, все хорошо, в Ага. принципе. Так, Еще, давайте сейчас мы у нас времени мало, поэтому, то есть, скорее всего, у меня, точнее, у меня времени мало. Сейчас у нас совещание, поэтому я тороплюсь. Так, так. Совет ты написал, нет? да, написал. Ага. Так, сможешь рассказать? Потом мне отправишь электронный вариант, я баллы поставлю. Хорошо, маркетинг и менеджмент в искусстве, ваш СРС, да? Да. Ага. Хорошо. Маркетинг и менеджмент в искусстве, в современном искусстве, достаточно, важное явление по причине того, что, в нашем мире все, в нашем конкретном мире сейчас все коммерциализировано, и вследствие этого маркетинг и менеджмент обретают всё большую, как бы, актуальность. И вследствие этого и художникам, и дизайнерам, и вообще всем нам необходимо, искать способ привлечения к себе аудитории, поиск новых форматов, распределение доходов. Все это крайне важно, в современном нашем мире. М, Создание грамотного бизнес-плана должно быть, одним из приоритетов, если вы начинающий художник-фрилансер, допустим. Мгм. С появлением интернета, компьютерной графики, электронного рисунка и, благодаря появлению различных сайтов для художников, конкуренция в интернете, очень сильно усиливалась, а Мгм. также требовательность к профессионализму. Интернет открыл достаточно большие перспективы для творчества, для начинающего дизайнера в таком ключе можно крайне важно выбрать платформу для продвижения своего творчества. Допустим, в случае э, как раз маркетинга можно один из способов, собственно говоря, маркетинга, это регистрация на одном из сайтов, допустим, DeviantArt, или же через банальное регистрирование, например, в соцсетях. Ага. Второе же, что важно, это создание определенного стиля. Допустим, создание своего дизайнерского почерка. Ориентировка. Ори- а, Сосредоточение на одном конкретном формате. И, следование этому формату. А также конкретно в случае с нашей страной конкретно в случае с нашей страной здесь и легче, и как бы труднее. Если дело касается, с одной стороны, у нас как бы подобная вещь, профессиональный дизайн, он у нас все время, он у нас прям очень сильно зарождается, и поэтому в случае с маркетингом все будет достаточно, относительно просто, хотя бы в плане раскрутки, благодаря интернету. Но что касается менеджмента, то менеджмент будет для начинающего художника в Казахстане, насколько я понял из статистики, приоритетом. По причине того, что начинающему художнику в Казахстане очень, долго придется искать, определенных клиентов. В плане фриланса у него будут достаточно большие трудности. А что касается маркетинга, то в нашей стране с ним,
Нету никаких проблем. Стать относительно популярным в определенных кругах в нашей стране достаточно просто. Если ты хорошо рисуешь, можешь это залить в DeviantArt. Так как у нас, собственно говоря, рисунок только развивается. Если говорить о практических способах маркетинга и менеджмента, то это, во-первых, регистрация в соцсетях и регистрация на тех или иных платформах и социальных сетях, раскрутка конкретно этих соцсетей в рамках конкретно одной соцсети, ну, сосредоточение в рамках одной соцсети и использование себя и использование, собственно говоря, дизайна в рамках этой социальной сети. Я все как бы. Мгм. То есть, по-любому, э, изобразительное искусство, оно нуждается в менеджменте, да, в маркетинге, да, в современном мире. Да. Потому В что, нашем случае, в случае с нашей страной, даже в менеджменте в большей степени, ну, раскрутиться и стать относительно популярным, насколько я понял, не так сложно, если ты хорошо рисуешь. А вот с менеджментом, ну, деньги бизнес и подобное, это уже намного сложнее. ну да, сложнее, да. Ну, по-любому, мы должны расти в этой сфере, которой занимается э, людей, что больше было, которые разбираются в искусстве. Вот если сейчас смотришь, вот последняя тенденция, далеко мы не будем уходить, да, вот возьмем вот нашу страну, вот где сейчас в нашем, например, управлении культуры города, который те государственные органы, которые контролируют, скажем так, направляет культуру и искусство, да, и точно так же вот Министерство культуры, вот, к сожалению, сейчас в этих государственных органах очень мало людей, которые разбираются в искусстве, я имею в виду в изобразительном искусстве. Поэтому вот среди вас должны э, выходить, которые понимают, что такое изобразительное искусство и насколько оно бесценно. Видишь, поэтому э, мы должны их научить уровне. Сейчас я на минутку отошелся, я вас слушаю. Пока пусть остальные готовятся сейчас на минутку.
Так, сори, кешірім өтінем. Так, қалдарың қалай? Қалайсыз аға? Так, жақсы. Так, Нұртілек, ты молодец. Так надо держать. Все вовремя надо сдавать. Если вам что-то дается, вы должны быть пунктуальны. Так. Так, Жігер, Иә. сөз дайындадың ба? Сөз дайындадым аға. Аха. Бірақ айтарлықтай көп ести алмадым, көп информация таба алмадым ше мен. Бір қысқаша болды менікі. Айтып көрші көрейік енді. Сендер бұл жерде мақсат маған өткізу емес қой, ең бастысы сендердің бұны тақырыпты түсіну керексіңдер да, не екендігін. Ал кеттік. Ақбөбек дайындалып отырсын. Өнердегі маркетинг және менеджменттің жалпы дәстүрліден өте көп айырмашылықтар бар деп айтса болады. Себебі дәстүрліде жаңағы негізгі мақсат ол тұтынушының жаңа қажетін қанағаттандыру арқылы пайда табу ғой. Ал мына өнердегі маркетинг пен менеджментте бұл жаңағы тұтынушының эстетикалық және көркемдік қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Мысалға, бұған мәдени ұйымдар жаңа шығармашылыққа жағдай жасап, оның нәтижелі түрде жүзеге асуын қадағалап, соны бақылайды. Жалпы шығармашылық өнім бұл мақсатты аудиторияға жаңағы нарықтық зерттеулердің нәтижесінде емес, сол өнімнің жаңағы маңызды белгілері мен соның сапалық сипаттамаларының негізінде таралады. Яғни тұтынушыға былай айтқанда өзіне қажетті дүниені беру керек деген сөз ғой. Жалпы бұл өнердегі маркетинг пен менеджмент мынандай бір факторлардан тұрады. Ол біріншісі осы өнім, екіншісі жаңағы тұтынушы, үшіншісі баға, одан кейін сол өтімділігі оның. Мысалы, өнім дегенде бұл жаңағы мысалы мәдени мекемелерде сәйкесінше әртүрлі қызметтер атқарылады. Мысалы, мұражайда көрме ұйымдастырылады, немесе көрме ұйымдастырылады, бұны жаңағы негізі қызмет ретінде жатқызуға болады. Ал екінші жаңағы второстепенный дейді ғой, оған мысалға кафе, фуршет, музей дүкендері, сондай-ақ түрлі іс-шаралар, кездесулер, концерттер, соларды жатқызуға болады. Одан кейін жаңағы тұтынушы, яғни мәдениет пен өнер саласы рухани дамуға деген қажеттіліктерін, адамның рухани дамуға деген қажеттіліктерін қанағаттандырады. Сондықтан тұтынушы ретінде бұнда халықтың жаңағы әртүрлі деңгейге қатысады. Яғни материалдық жағдайына несіне қарай бөлінбейді бұл жерде. Одан кейін баға жаңағы, мысалы жаңағы өнімнің бағасы да қызметтің. Алдымен сол қызметтің сол әлеуметтік негізгі мақсаты анықталып, соған сәйкесінше жаңағы бұл тұтынушы үшін қаншалықты қолжетімді бұл баға, соған сәйкесінше баға қойылады. Және келесі, бұл жерде жаңағы бұның өтімділігі да. Өтімділік бұл жерде мысалы мәдениет пен өнер саласында да өнімді алға жылжыту үшін маркетинг құралдары қолданылады. Яғни осы жерге жарнама жасау арқылы бұл іске асады. Қазіргі таңда мысалы халықтың 90% әлеуметтік желілерде отырады ғой. Сондықтан да осы әлеуметтік желі арқылы жарнамалау бұны өте тиімді болып саналады. Біріншіден жаңағы мақсатты аудитория дейді ғой, целевой аудитория. Соны таңдап алып, сегментке бөледі. Сегмент деген яғни жаңағы ерекшелігі, не үшін осы қызмет немесе өнім таңдайды, таңдау критерийлеріне сәйкес жаңағы осы тұтынушыларды анықтайды. Одан кейін осы заманауи трендтерге көз жүгіртеді, жаңағы аудиторияның қызығушылығын оятады. Үшіншіден, мұнда аудиторияға ыңғайлы болатын тұстар болады. Мысалға онлайн вебинарлар деген сияқты, өйткені қазір көбісі осы онлайнға уже ауысып жатыр ғой. Және де төртіншіден, жаңағы аудиторияның қажетін өтейтін, жаңағы заманауи тенденцияға сәйкес келетін қызметтерді дамыту керек. Бұғана жаңағы онлайнды жатқызуға болады. Сонымен қатар, мысалға
жалпы өнер саласында мына маркетинг пен менеджментті тұтынушылардың айырмашылығын ескере білу керек. Себебі жаңағы айтқандай бұл жерде адамның жаңағы білімі неғұрлым жоғары болса, ол онда жаңағы осы өнер саласын, театр, опера немесе живопись сияқты өнер салаларын мейлінше жоғары деңгейде бағалайтын болады. Енді осылай. Өзің осы айтқаннан түсіндің бе? Бір сөзбен айтқанда маркетинг деген термин нені білдіреді екен? Былайша айтқанда сату ғой. Нені сату? Осы жаңағы осы қызметтерді. Мысалға жаңа айтқандай музейде ол көрмелер болса, театрда ол жаңағы яғни өнерді белгілі бір дәрежеде құн түсірмей бағалай отырып сату жолдары, иә? Менеджмент деген қалай екен? Менеджмент деген өнердегі менеджмент деген. Өнердегі менеджмент дейсіз бе? Өнердегі менеджмент деген енді осы жаңағы негізгі қалай айтса болады, жаңағы осы өнер саласындағы бағасын түсірмей ұстап тұрады дедіңіз ғой, белгілі бір өзінің бағасын. Соған сәйкесінше жаңағы адамның рухани немесе мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыратындай, соған сәйкесінше жаңағы белгілі бір әлеуметтік мақсаттарды анықтап, артынан соған сәйкесінше мысалы баға қойылатын қалай айтсам екен жалпы. Так, Нұртілек, ты подскажи одним словом, что такое термин менеджмент в искусстве? Менеджмент, ведение, допустим, менеджмент это, допустим, ведение, управление за своими счетами, допустим, или же управление своими делами конкретными. Ақбөбек. То есть, сен айтшы, өнердегі менеджмент деген не екен? Ведение учета, скажем так, для своего бизнес-плана. Менеджмент деген сөздің термині, ол жаңа Нұртілек айтқандай, управление дейді, руководство деп аударылады орысша. Ол жаңағы өнердегін айтып өтсек, көбінесе администраторлардың, жаңағы менеджерлердің жасайтын несі ғой, жұмысы ғой, менеджмент деген. Жалпы қысқаша айтқанда сол негізгі менеджмент деген. Сендер ойларыңды жинақтаңдар. Мен өткенде көпшілігің сабаққа дұрыс қатысқан жоқсыңдар, бірің болсыңдар, бірің болмайсыңдар. Бірақ элементарный мына терминдерді білу керексіңдер. Себебі сендер бүкіл өмір бойы егер сендер өнер жанында жүретін болсаңдар, бұл терминдер сендермен өмір бақи бірге жүреді. Өнердегі менеджмент деген, бір сөзбен айтқанда, өнерді басқару. Яғни сен өнер адам болсаң, өнер адам белгілі бір жолға қою. Ол дұрыс бағытта өзінің шығармашылығын дамыту үшін, және сол шығармашылық арқылы белгілі бір дәрежеде қалай айтсақ танымалдылыққа ие болу үшін. Егер мысалы үшін ол өзінің дұрыс ақпарат алмаған болса, ол мысалы небір мықты талантты суретшілер бар, мысалы талантты өнер адамдар бар, бірақ ол өзін өз дәрежесінде көрсете алмайды да, содан барып ол араққа салынады. Ондай көп қой өмірде. Мысалы үшін бір бөтелке араққа үлкен бір мықты керемет бір картинаны салады да, құны бірақ бөтелкеге ғана бағалайды. Көрдің ба? Ол адам мысалы шетелде керемет мысалы құнды болуы мүмкін да. Қазір телефонға звук жауап бересің.
Так, ары қарай. Ойды бөліп жіберіп жатыр ғой. Жаңа айтып жатқан менеджмент деп өнердегі. Яғни өнердің адамдарын, өнерді жалпы өзінің түрін, бірнеше саласы бар ғой, мысалы. Салаларын барлығын белгілі бір бағытта дамыту үшін оны бір жүйелеп, былайша айтқан бағыт бағдар беріп отыратын адамдар болады, иә, қызметкерлер. Оны естулерің барша арт менеджер деген. Бар ма сондай? Естіпендер? Менеджер деген сөзді, маман, былайша айтқанда, өнер саласының маманы. Бұл арт менеджер дейді, топ менеджер дегендер бар ма, мысалы үшін? Басқарушылар, сондай біздің өнер саласына да қажет. Өнерді жақсы түсінетін, білетін адамдар оны басқармаса, ертең сырттан келген адамдар ол өнерді түсінбейді, қалай болса солай ол өнердің қадірін кетіруі мүмкін. Сондықтан осы өнер саласының адамдары өздері араласып, солар рет-ретімен келтіріп жұмысты реттеп отырса болады. Так. Қайда кетіп қалды? Жоқ, кетіп отыр ғой. Ақбөбек, сен жаздың ба? Өзіндік жұмысты? Не жаздың? Сен айтып көрші. Жалпы менеджмент пен маркетинг туралы жаздым өнердегі. Негізі өнер және маркетинг жаңағы бір саланың ішіндегі жұмысты бір уровеньде ұстап тұрмай, керісінше оны жоғары қарай көтеріп, жаңа сапасын дамыту деген сөз ғой, негізі маркетинг. Жалпы ол маркетинг өнерге келген кезде, мысалы өнер екіге бөлінеді, біреуі изобразительное искусство, екінші выразительное искусство деп бөлінеді. Жаңағы бейнелеу өнері дегенде ол жаңағы біздің қазіргі таңдағы жасап жүрген жұмыстарымыз, живопись өнері, дизайнер, архитектура, интерьер деген сияқты бейнелеу өнерлер кіреді. Жаңа выразительныйға оған театр, музыка, поэма, кинолар кіреді. Жалпы негізі біздің жаңағы бейнелеу өнеріндегі маркетингке келетін болсақ, бейнелеу өнерінде ең бірінші живописті айта кетейін. Мысалы, суретші сурет салған кезде оның картинасы шығады, ол картина мұражайға беріледі, бірақ ол кезде ол мысалы тұрып қалуы мүмкін, өтпей деген сияқты. Мысалы, картина салған кезде өз-өзі үшін сөйлеп тұрмайды, мені ал деген сияқты. Сосын жаңағы суреттің авторы өзінің аудиториясына орай соған түсініктеме жазып беру керек. Картина осындай оқиғаға салынған деген сияқты жаңағы сол картинаны сатып алудың жолдарын қарастыру керек. Солай, мысалы, оның картинасы жақын арада тез өтіп кетуі мүмкін. Солай жаңа маркетинг солай дамиды. Өзіне клиенттер шақырып деген сияқты. Қазіргі кезде енді бұрынғыдай қиын емес қой, себебі қазір әлеуметтік желілерде көптеген маркетингтің және менеджментті жүргізу, жасау өте оңай болып кетті. Себебі екінің бірі қазір бизнес ашып, екінің бірі жаңағыдай маркетинг менеджмент туралы неше түрлі курстар, мастер-класстар өткізеді. Сосын жаңағы енді біздің қазіргі современный осы заманға сай интерьердегі архитектура және жалпы үй құрылысы деген сияқты мамандықтар, олар уже қазір маркетингке қатты аса қажет етпейді, себебі олар енді қазіргі заман несіне сай ғой, талабына сай болғандықтан олардың продажалары, олардың жұмыстары басқа салада жұмыстарға қарағанда тез әрі өте өтімді өтеді, жаңағыдай востребовано болғасын. Жаңағы кино, поэма, театрларға келетін болсақ, оларда да маркетинг бар. Мысалы, театрға келеді, театрда көптеген
театрда негізі көптеген жастар қызықпайды, бәріміз білеміз. Театрға осыдан 2-3 жыл бұрын көптеген көрермендер көрмейтін театрға барып, жаңағыдай театр қарап жатқандарын, бір өнер әлеміне қызығып, бір классикалық түрде жаңағы киініп деген сияқты мені көрмейтін негізі жастардан. Бірақ осы жылдықта және осы жақында көптеген жастардың жаңа театрға барып, жаңа баяғы мені қалай болған оқиғаларды білгісі келіп, сол театр арқылы көргісі келіп жатқан жастарды көріп жатырмын қазіргі кезде. Ол да меніңше маркетингтің жаңағы беріп жатырған өзінің себебі шығар. Мысалы, маркетинг жасау арқылы жастарды жаңа театрға шақыру, поэмаға шақыру, поэзия оқу деген сияқты заттарды сол жастарды қызықтыруға бір ағай естіліп тұр да? Не дейсің? Кетіп интернет дұрыстамай қалды ма, бірден болған сияқты менде. Иә, менде де. Жалғастыра берейін. Айта Сол бер. жаңағы негізі театрда солай театрды да солай жаңағы маркетингті көп жүргізу керек қазіргі таңда. Ал киноға келетін болсақ, кино ол дейтін уже былай барлық жерде барлық адам бара береді, оған аса маркетингте тек менеджмент керек шығар, жаңағы қаржы несін управлять етіп отыру және жаңағы интернетке шығарып отыру деген сияқты информацияларды. Ал былай негізі маркетингке қазіргі таңда жаңа біздің саладағы жұмыстар өте қажеттенеді. Жаңағы живопись деген сияқты жалпы қолмен жұмыс жасау, қолдан шыққан нәрселер, handmade дейді ғой ағылшынша. Міне солар маркетингке қажеттенеді деп ойлаймын қазіргі таңда. Жалпы осы түсінігім. Жақсы, біз былай істейік. Естіп тұрсыңдар ғой, мысалы үшін кез келген нәрсені сендер естіген бір бөлек, көзбен көрген бір бөлек адамға әсер етеді. Және қимыл әрекетпен істесең, одан сайын есіңде сақталады, былайша айтқанда. Сондықтан біз жаңа айтып отырғандай, әрқайсың мысалы болашақ өздеріңнің салаларыңды жоспарлап отырған шығарсыңдар енді, жас болсаңдарда. Сондықтан өз салаларыңа сендер кесте дейміз, таблица дейміз, табличный форма дейді ғой, инфографика түрінде жасауға болады, сызбаны. Мысалы үшін сен мысалы өз саланы қалай дамытқың келеді, Ақбөбек мысалы, не істегің келеді, оған жаңа қандай адамдарды қосқың келеді, мысалы үшін сенің салаңды дамыту үшін қандай адамдар қатысу керек саған, белгілі бір дәрежеге жету үшін. Түсіндіңдер ма? Жаңағындай өзіңнің өнеріңе қатысты менеджменттің схемасын сызу керек. Как ты должен развивать свой, былайша айтқанда, бизнес в творчестве. Нұртілек, тебе понятно? Надо начертить схему, как ты будешь развивать свое искусство. Понимаешь, да? Это наше домашнее задание, да? Да, домашнее задание. На следующее занятие об этом будем говорить. Вот я сейчас вот на этот смотрю, силабус. Там написано вот то, что вот после СОЖа мы должны құрылымдық логикалық сызбасын жасау дейді. Осыған дейінгі оқыған материалдарымыз. Яғни ең негізгісі біздегі менеджмент маркетинг деген екен, бейнелеу өнеріндегі. Осыған біз құрылымдық жаңағы жалпы өнерді қалай құрасың, мысалы сен не істейсің, қандай өнердің бағытын таңдап аласың, оны дамыту үшін саған кімдер қажет, қандай мысалы үшін мен мысалы өзім бір ғана айтып кетейін, кезінде мен мысалы сурет салып жүрдім, суретші ретінде, мысалы айталық. Мен не істедім? Картинаны жаздым, онан кейін оны маған не керек болды? Қоятын көрме керек болды, яғни выставочный зал, павильон или галерея, музей, допустим, да?
Соны көрсетесіңдер, ол жерде кім ол бізді қабылдап алатын жұмыстарды? Вот арт менеджер, эксперт в искусстве. Так, ол керек, мысалы айтқанда. Онан кейін ол жерде тұрғаннан кейін мен оны выставка продажалар болады, мысалы үшін, сатылатын көрме, сату көрмелер болады. Сол жерге қоямын, яғни мен өз өнерімнің бағасын қоямын. Сонымен ол жерге адамдар ол сатады, мысалы үшін белгілі бір, мысалы сен өзің жоспар жасайсың. 5 жылға мен, мысалы 5 жылда мен өз шығармаларымды студент кезімде, мысалы үшін 5 жыл бойы мен салған суреттерімді, яғни жасаған дизайнерлік жұмыстарымды мен сатамын деп өзің жоспар қоясың. 5 жылда мен осынша картина салдым, мысалы үшін. Ол 5 жылда мен белгілі бір дәрежеде қаражат жинадым дегендей. Кейін күнделікті расходтарың бір бөлек, мысалы шығындарың, киімге, тамаққа, жолға дегендей. Одан бөлек сен апрель бір нені как депозит ретінде өзің болашағың үшін жинап отырған қаражатың болуы мүмкін, мысалы, сол қаражаттың есебінде сен мысалы үшін бітірдің, бұл жерде не істейсің, арғы мақсат қоясың, белгілі бір компаниямен жұмыс жасасу, болмаса сен өзің бір бизнесіңді ашуың мүмкін, мысалы. Онан кейін сен кіммен жұмыс жасауың, яғни үлкен бір жұмыстар алғың келеді. Не істейсің? Сен мысалы үшін қазіргі уақытта, қазір алысқа бармай қойық, Қазақстан жағдайында біз әртүрлі мемлекеттік гранттар бар. Мәдениет және спорт министрлігінің, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің, тағы облыстық әкімдіктер, қалалық әкімдіктердің және халықаралық қорлар бар, Сорос сияқты қорлар. Солардың өнерге бағытталған гранттары бар, байқаулары бар. Ондайларға қатысасың. Көрдің бе? Оған сен туындыларын дайындау керек болады, мысалы үшін. Соның бәрін бір схемалы түрде сызып шықсаңдар, мүмкін сен алдыңа үлкен мақсат қойсың. Мен мысалы кейін министр боламын деп, мысалы үшін. Сол министрлікке жету үшін қандай жолдардан өту керексің, мысалы. Өзің жоспарларын сызып көріңдер. Келістік па? Жақсы, сонда. Уақыт бітіп жатыр екен. Келесі уақытта осыны жалғастырамыз. Давайте. Сендер мына нелеріңді маған жібере беріңдер. СРС-тарыңды почтаға жіберіңдер. Жақсы. Жақсы.